Сәлем достар, бүгін біз арнайы кино сүйер көрермендерімізге 2004 жылы шыққан катастрофалық «Послезавтра» фильміне обзор жасайтын боламыз. Достар, видеоны бастамас бұрын менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ол сіз үшін жай ғана нүкте болғанымен, мен үшін үлкен жетістік. Ал олай болса, киномызды бастайық. Жер бетінде жаһандық жылыну қарқынды жүріп жатыр, бірақ мұздықтардың жаппай еруі дүниежүзілік мұхиттың температурасын көтермейді, керісінше төмендетеді. Жер бетіндегі климат өзгере бастады. Токиодағы үлкен бұршақтардың түсуі, нөсер жаңбыр, Лос-Анджелестегі көптеген торнадолар, Делиде қар жауады, Нью-Йорктегі дауыл бостандық мүсінін су басып, көптеген адамдардың өмірін қияды. Мұның бәрі бастамасы ғана еді. Палеоклиматолог Джек Холл Америка құрама штатының үкіметін алда келе жатқан алып климат апаты туралы жақын арада жаңа мұз дәуірі туралы ескертуге тырысады. Бірақ оны ешкім тыңдағысы келмейді. Жердің климаты жылы болады деп есептеледі. Делиде өткен Біріккен ұлттар ұйымының конференциясында Джек Холл Антарктидадағы мұз қабатынан Род-Айленд көлемінде бөлік үзілгенін айтады. Онда Джек Шотландиядан келген профессор Терри Репсонмен кездеседі. Ол кейіннен оған жақындап келе жатқан жаһандық апат туралы ақпарат береді. Көп ұзамай үлкен торнадо Лос-Анджелесте соғып, Голливуд белгісін бұзып, әуежайды қиратып, қала орталығының тас-талқанын шығарады. Джек Холлдың көмекшілері Канадада күшті ауа айналымы анықталғанын, Сібірде температураның төмендеп жатқанын және Австралияда жойқын тайфунның жүріп жатқанын хабарлау үшін шұғыл конференцияға шақырады. Біраз уақыттан кейін дүниежүзілік ғаламшарды бақылайтын астронавтар да қорқынышты деректерді таратады. Жер бетіндегі өте жылдам 3 үлкен суық циклон пайда болады. Осы циклондардың бірінің орталығы 3 RAF тікұшағының экипаждары үшін өлімге әкеледі. Олардағы керосин қатып қалады. Тікұшақтар құлап, адамдар тікұшақтардан әрең шығып, үсік шалып өледі. Америка құрама штаттарының солтүстік штатындағы бүкіл аспанды бұлт басып, жаңбыр жауа бастайды. Ол тез қарға айналады және температура нөлден әлдеқайда төмен түседі. Америка құрама штатының үкіметі оңтүстік штаттардан Мексикаға көшіру туралы шешім қабылдайды. Қалғандары қысқы авиация мен дизельдік отынның қату нүктесінен жоғары температура қайтадан көтерілгенше жақсы оқшауланған ғимараттармен жылу түбін температураның -100 градусқа дейін төмендеуін күту керектігін айтады. Содан кейін Америка құрама штаты армиясы аман қалғандарды құтқара алады. Мұнда эвакуация жоспарын Джек ұсынған. Джектің ұлы Сэм Холл бұл уақытта, нақтырақ айтқанда, Нью-Йоркте болған кезде эвакуациялау мүмкін емес жерде болады. Ол достары мен оның құрбысы Нью-Йоркте ұлттық кітапхананың ғимаратында қаладағы үлкен дауыл толқынынан кейін жартылай су астында қалады. Сэм мен әкесі Джек екеуі телефон арқылы хабарласа алады. Джек Сэмге Нью-Йорк жақын арада суық циклонның ортасында болатынын хабарлайды. Сондықтан оларды әлі құтқару мүмкін емес және температура түскенін қалай күту керектігін туралы нұсқаулар береді. Джек Холл әзірлеген дәл сол нұсқаулар апат аймағында қалғандардың барлығына радио арқылы таратылады. Әкесімен телефон арқылы сөйлескеннен кейін Сэм Холл күтілген ауа райы жағдайында суық суперциклондардың бірі Нью-Йорк орталығы арқылы өткенде ауа температурасының күрт төмендеуі, ғимараттың сыртында баспанасы және жылу көздерінсіз қалуын айтады. Көптеген адамдар не болып жатқанын түсініп, апатты күте бастайды. Ал кейбір адамдар оны тыңдаудан бас тартып кетіп қалады. Бірақ көп ұзамай жолда суықтың ортасында өледі. Телефон қоңырауы кезінде Сэм телефондар өшпес бұрын Джекке өзін қайдан іздеу керектігін айтып үлгереді. Полярлық экспедициялар үшін жабдықтарды алып, Джек Холл Америка құрама штатының солтүстік штаттарынан қалған қарлы шөл дала арқылы саяхатқа, яғни баласына қарай шығады. Осы уақытта Америка құрама штаттарына эвакуацияланғандар адамдардың тым көп болғанына байланысты әскерилер жауып тастаған Мексика мен шекараны өз бетінше кесіп өте бастайды. Олар қоршауларды бұзып, заттарды алып, өзеннен өтіп кетеді. Кейіннен үлкен шатырлы қалашық құлайды. Джек пен оның серіктері қар басқан Скай галереясының үстінде жүреді, бірақ шыны төбесі олардың салмағын көтере алмайды. Ал Фрэнк шұңқырға құлап арқанға ілініп қалады. Джейсон қардың үстінде шұңқырдың жанында жатыр. Бірақ Джейсонның қолдары әйнек сынықтарына тиіп қансырап жатқанын көріп, Фрэнк өз өмірін құрбан етуге бел буады. Арқанды кесіп төмен қарай құлайды. Түнде шатырда Джейсон 3 бокал шығарады, ал достары оларға әкесі сияқты болған Фрэнкті есіне алады. Таңертең Джейсон суыққа шыдай алмай есінен танып қалады. Холл Джейсонды шанамен сүйреп келе жатыр. Бірнеше шақырымнан кейін Джек ауаның кенет ашылып, қардың тоқтағанын көреді. Бірақ сәлден климатолог суық циклонның көзінде екенін түсінеді және оны құтқаруға санаулы минуттар қалғанын біледі. Соң далада тудың мұзбен қатып қалғанын көрсетеді. Джек жақын маңдағы ғимараттың желдеткішінен секіру арқылы
арқылы олар аман қалады. Кейіннен ас үйге кіргеннен кейін Джек есік мықтап жауып, бөлмедегі қолайлы температураны сақтау үшін жанып тұрған пешке от жағады. Осы уақытта Сэм достарымен Нью-Йоркке су әкелген тастанды ресейлік Одесса кемесіне барады. Су тасқыны кезінде зардап шеккен Лаураға сол жерден дәрі-дәрмектер алып тамақ ішеді. Бірақ орталық саябақ хайуанаттар бағын бұрын тастап кеткен қасқырларды кездестіреді. Ол жерде су тасқыны болған. Қасқырлардың бірі Джейдиді тістеп алып, жас жігітті өз бетінше қозғалу мүмкіндігінен айырады. Сэм мен Брайан жараланған Джейді үрлемелі қайыққа отырғызып қашып кетеді. Әкесінен алған ақпаратты есіне түсіріп, достарын бар күшімен итереді. Адамдар өліммен жарысуда. Суық ауа үлкен жылдамдықпен жерге түседі, ал биік ғимараттар тез мұзбен жабыла бастайды. Олар есікті жауып үлгереді. Джек жолдымызда өлген тозығы жеткен кемелерді және толығымен қатып қалған бостандық мүсінін кездестіреді. Ғалым мен оның жолбасшысы циклоннан кейінгі Нью-Йоркке келеді және төбені қардан толығымен жасырып тұрған кітапханаға жақындайды. Джейсон кітапхана орналасқан электронды картаға қарап, олардың астында екенін көріп, кешіріңіз, Джек дейді. Не жаль, Джек. Холл төбедегі телефонды алып, қар басқан кітапханаға қарайды. Ғалымдар сол жерге түсіп, құтқарушылар тобын, соның ішінде Сэмді табады. Америка Құрама Штаттарының президенті болған Реймонд Бейкер Сэмнің құтқарылғаны туралы хабар алып, Америка Құрама Штатының елшілігінде халыққа сөйлейді. Және ғарышкерлер жердегі дауылдардың бәсеңдегенін, барлық жерде дерлік бұлттылық мүлде жоғалып, планетаның солтүстік жарты шары негізінен мұз басқан олардың көз алдында жойылып жатқанын көреді. Олардың бірі былай дейді: "Міне, ауа соншалықты мөлдір." Киномыз осы жерінен аяқталады. Достар, бізде әр апта сайын қызықты видеолар шығып тұрады. Ол үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Достар, видео сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.